Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Нурка Отсбай. Және де бүгін біз жаңа эксперимент жасайтын боламыз. Және бүгінгі біздің эксперименттің аты мармеладный Кока-Кола. Өздеріңіз білесіздер, Кока-Коланы неше түрлі затқа пайдаланады. Раковина тазартуға, машинаның ішін тазартуға, даже туалет тазартуға пайдаланады. Ал біз бүгін Кока-Коладан мармелад жасайтын боламыз. Хотя мармеладный Кока-Кола жасайтын боламыз. Ендігіде экспериментті жасамас бұрын менің каналыма жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де лайк басып осы видеоға комментарий жазып, ең болмаса смайлик ретінде бірдеңе жазсаңыздар да болады. Ал енді экспериментті жасайтын боламыз. Бұл экспериментті жасауға бізге желатин керек болады. Және де скотч, қайшы. Және мынандай шұңғыл ыдыс керек болатын болады. Негізі тағы бір зат жетпей тұр. Бірақ негіз ұмытып қалып тұр, не керек екені. Не заты жетпей тұрған. Ах, да, кола. Оскара! Оскара! Оскар маған ба? Ой, рахмет. Шұңғыл ыдысымызды аламыз. Желатинді ашамыз. Желатинді саламыз. Коланы ашамыз. Коланы құямыз. Иісі түріне прям сай болып тұр ғой. Ендеше бұл ерекше, өте әдемі затты шамал уақытқа қоя тұрамыз. Жаңа басында айтып кеткендей, Кока-Коланы кез келген жағдайда пайдаланады, кез келген нәрсеге. Бірақ бір аңыз жүр, бір аңыз бар, что егер Кока-Коланы именно крышкасіне құйып, сосын 2-3 рет ұрттасаң, және қалған Кока-Коланың сұйықтығын жайлап төгіп, Кока-Кола деп 3 рет айтатын болсаң, Кока-Кола, Кока-Кола, Кока-Кола. Осындай скелет шығатын болады. Көріңіздер. Тағы да Оскар берет шығар десем. Бермей қалды ол. Жаңағы бос Кока-Коланың баклажкасын біз екі жағынан кесетін боламыз. Ары қарай түсінетін боласыз, не үшін керек екенін. Енді баклажканың сыртынан жаңағы кесілген жерлерін орайтын боламыз скотчпен. Осы скотч жабылып қалса, скотчтың басын іздеу. Кәдімгі адамды шашат жібереді бар ғой. Бұғанда негізі бір лайфхак бар. Бірақ ол лайфхакты ертең тексеретін боламыз. Лайфхактар тексеру несінде айтадым. Енді мына кесел сияқты жіткісті біз
газға шамалы қайнататын боламыз. Күйіп кетпейтіндей қылып, ондай мықты қайнатудың қажеті жоқ. Шамалы жылы болса болды. Енді қайнатылған жаңағы сусынды, желатин қосылған сусынды, так, воронкамен жаңағы скотчталған біздің баклажкамызға құятын боламыз. Скотчтадық себебі ертең мына ішіне құйғаннан кейін жіткіш жан-жағына ағып кетпей үшін және тестік екі жаны себебі ертең оңай болу үшін кесіп алу үшін сақтым. Ал енді кеттік құямыз делап. Енді бұны біз бір тәулікке қоямыз. Бір тәулік өтті, өздеріңіз көргендей қатық болған. Қатық болған дегенде мармелад болып болған. Әлгі мына жерден біз тесік істегенбіз, басында істегенде. Сол тесіктен скотчты алып тастап, қайшымен жаймендеп қиып, ішіндегі мармеладты бұзып алмай жаймендеп қиып алып көреміз. Тек өп дейміз де. Нет слов. В общем, бүгінгі біздің шыққаны осы. Әрине, егер толық жасағанда, дұрыс жасағанда бұдан да әдемі шығады. Және де тесік істегенде былайына ұзыннан созыңыздар. Себебі астыңғы жағын қию қиын болады. Мен сол қиямын деп кеу жерлерін қиып алдым, мармеладтың кеу жерлерін. Сол себепті қайталамас үшін екі жағынан да тесіп, астына дейін былайынан кесіңіздер. Қайнатқанда андай көпірік шығады, сол кезде сіздер соны алып тастаңыздар, қайнатып отқан кезіңізде. Себебі көпірікті алмасаңыздар, міне мынандай болып қалады бас жағы. Ал енді бейнеролигім ұнаса, әрине каналыма жазылыңыздар және лайк басыңыздар. Это просто охуенно. Коланың дәмі шығады кәдімгі. Коланың дәмі кәдімгідей сезіледі.